Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы деректер қорының негізгі ұғымдары. Деректер қоры туралы жалпы түсінік. Деректер қоры деп компьютер жадында сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз. Деректер қоры үлкен ауқымдағы деректерді сақтауға, оларды өңдеуге, жиі орындалатын операцияларды автоматтандыруға, ыңғайлы формаларды жүргізуді жетілдіруге, мәліметтерді тексеруге, қиын есептерді біріктіруге мүмкіндік береді. Деректер қоры қандай да бір ақпарат тасымалдаушта, мысалы, қағазда, кинотаспада, магниттік дискіде сақталған, арнайы ұйымдастырылған деректердің жиынтығы. Деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программалар. Деректер арасында байланыстарды ұйымдастыру үш түрге бөлінеді: иерархиялық, желілік, реляциялық. Иерархиялық деректер базасы жазба элементтері реттеліп жазылады. Оның бір элементі негізгі, қалғандары бағыныңқы элементтер деп есептеледі. Элементтер нақты тізбек бойынша сатылы түрде реттеліп қойылады. Желілік деректер базасы нысандарының арасындағы өзара байланыс түрлері. Егер бұл модельді графикалық түрде бейнелесек, жазықтықта бағыттауыш сызықтармен бейнеленген байланыстар шығады. Реляциялық, кестелік деректер базасы, кесте түрінде ұйымдастырылған деректер базасы. Бұл ең көп тараған деректер базасы. Кестелер арасындағы байланыстар жиі пайдаланатын ең маңызды ұғым. Деректер базасында бағандарды өрістер, поля деп, жолдарды жазбалар, записи деп атайды. Кестеде қайталанатын бірдей жолдар болмайды. Өрістің негізгі ерекшелігі бір өріс элементтері бір типті етіп құрылады. Бұл реляциялық деректер базасының Excel кестелік процессорынан негізгі айырмашылығы. Деректер базасын басқару жүйесімен жұмыс жасауда Microsoft Access программасынан пайдаланамыз. Microsoft Access программасын іске қосу командасы пуск программы Microsoft Office, Microsoft Access 2007, 2010, 2013 командалары орындалады. Microsoft Access программасында құрылған деректер базасының кеңейтілмелері төмендегідей болады. Командалар орындалғаннан кейін Access деректер базасының сұхбаттық терезесі ашылады. Бұл терезеде Access қолданушыға, яғни бізге үш нұсқаның бірін таңдауды ұсынады. Жаңа деректер базасын құру, үлгі шаблондарды, алдыңғы сақталған деректер базасын ашу. Деректер базасыны жаңадан құру қажет болса, тінтуірмен жаңа деректер базасын құру, новая база данных жағдайын белгілеп, окей батырмасын шертеміз. Сол кезде жаңа деректер базасының атауы және оның орналасу жағдайы көрінеді. Терезеде қажетті бума таңдалып, файл атауы енгізілген соң, имя файла деген жерге өз файлымызға атау береміз. Және файл типі көрсетілген соң, құру, создать батырмасы басылу керек. Экранда деректер базасының терезесі көрінеді. Access программасында негізгі 7 нысан бар. Кесте, сұраныс, қалып, есеп, макрос, модуль және беттер. Кесте жазбалар мен өрістерден тұратын деректер базасының негізгі нысаны. Кестелерде деректер сақталады. Сұраныс деректерді бір немесе бірнеше кестелерден қолданушының қойған аты бойынша іріктеп алуға арналған.
Сұраныстар көмегімен деректерді зерттейді, іріктейді, таңдайды, өзгертеді, біріктіреді, яғни өңдейді. Қалып. Кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы түрде экранда бейнелейтін және оларды басқаратын құрал. Есеп. Кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы және көрнекі түрде экран бетіне басып шығару құралы. Есеп парақтары түзілгеннен кейін ондағы деректерді редакциялауға болмайды. Макрос, макро командалар жиынтығы. Егер деректер базасында қандай да бір операциялар жиі орындалатын болса, онда олардың командаларын бір макроста жинап, оған пернелер комбинациясын сәйкестендіруге болады. Деректерін басқару жүйесінің негізгі 3 функциясы бар. Деректерді анықтау, деректерді өңдеу, деректерді басқару. Ал енді оқушылар сабақ болса, үйге тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Бүгінгі сабағымызда кездескен сөздерді 3 тілде, қазақша, орысша және ағылшынша тілде кесте ретінде жазамыз. Сабағымызда кездескен сөздер: деректер базасы, деректер базасын басқару жүйесі, деректерді анықтау, иерархиялық, реляциялық, өріс, жазба, жаңа деректер базасын құру, үлгі шаблондары, құру, кесте, сұраныс, қалып, есеп, деректерді анықтау, деректерді өңдеу, деректерді басқару. Осы сөздерді тапсырманы бірінші орындаған 5 оқушы бағаланады. Назарларыңызға рахмет.